Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ағзамызға өте пайдалы сорпалардың бірі горох сорпасын сіздермен бірге жасаймын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей, жанып тұрған отымызға, қазанымызға мұздай суды құйып, және де жуылған қой еті немесе сиыр етін осылайша салып қайнататын боламыз 1,5 сағат. Мен бұл жерде қойдың етін пайдаландым. 1,5 сағат етім қайнады. Оның алдында да көбікті алған болатынмын. Тағы да неге қалған көбіктерді алып тастап жатырмын. Енді осылай пісіп тұрған етіміздің үстіне бір морковты теркіден өткізіп, және де бір жуаны майдалап турап, сорпаға қостым, және де араластырып, оған жуылып тұрған таза горохты шамасына қарай қосып жатырмын. Енді горох піскенше қапағын жауып қайнататын боламыз. Мінекей біздің горох пісті. Енді осының үстіне қазір мен 3 немесе 4 өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша картопты қоссаңыздар болады. Мен алдын ала осылай турап дайындап қойдым. Және де мен ішіндегі етті алып алдым. Қазір оны турайтын боламын. Мінекей суыған етті осылайша мен қазір тураймын. Оған шейін біздің картопымызда пісетін болады. Біздер отбасымызбен бұл сорпаны жиі ішеміз. Ағзаға өте пайдалы, асқазанға жеңіл сорпа. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Тез дайын болатын сорпалардың бірі. Сондықтан кеңес беремін. Мінекей горох пісті, картопы пісті. Енді осының үстіне жайлап туралған етімізді қосып, араластырып, дәміне қарай тұз, лавр жапырағы, қара бұрыш, барлығын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мінекей осымен біздің горохтан жасалған сорпамыз дайын болды. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуіңізге болады. Алдағы уақытта салған видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыз да болады. Сіздермен болған Бекзат, сау болыңыздар.